Домалағана Нұрила. Есімі қалың елдің ұранына айналған абыз аналардың бірі. Түркістандық Мақтым Ағзам Қожаның немересі. Қазақстанның оңтүстік өңірінің біраз бөлігін алып жатқан Шапырашты, Ошақты, Сты, Албан, Суан, Дулат тайпаларынан тараған ұрпақтың арғы атасы әйгілі Қараша ханның ұлы Бәйдібек бидің үшінші Албан, Суан, Дулаттың түп анасы. Шын аты Нұрила, оның түпкі аталары 7 ғасырдың екінші жартысында қазақ даласына араб халифатынан ислам дінін алып келген қожалар. Ел аузындағы аңыздарға сәйкес әкесінің есімі Әл-Ислам, анасының есімі Нұрбике. Нұрила негізінен атасы Мақтым Ағзам Қожаның қолында тәрбиеленеді. Кейінірек Бәйдібек бидің шақыруымен Мақтым Ағзамның отбасы Қаратау маңына көшіп барып қоныстанған. Мақтым Ағзам жаңа қонысында мектеп медресе ашып, мешіт салдырады. Осында жүріп бой жеткен домалағана атасы Мақтым Ағзамның өсиетімен 16 жасында Бәйдібек биге тұрмысқа шығады. Аңыз әңгімелер желісінде жазылған кейбір шығармаларда Бәйдібек би 1365-1419 жылдары өмір сүреді. Ал енді бірінде Бәйдібек Қарашаулы 11-12 ғасырлар сында өмір сүрді деген халық арасына тарап үлгермеген бұл мәліметтердің ғылыми тарихи шындыққа еш жанаспайтындығын ескертеміз. Сондай тарихи тұрғыдан негізделмей жазыла салған үстіртін мәліметтер 2001 жыл басылып шыққан Қазақстан ұлттық энциклопедиясына 3 том 263 бетті еніп кеткен. Нұрила домалағананың кім болғандығын, қандай тарихи кезеңдерде өмір сүріп, небір оқиғаларды бастан кешіргендігін, неге күллі қазақ даласына аты шыққандығын, ол кісіден қалайша мол ұрпақтар таралатынын тереңдеп білу үшін әуелі өмірлік қосағы қазақ халқының тарихындағы аса көрнекті тұлғалардың бірі Қарашаулы Бәйдібек ханның бидің тарихын анық білу керек. Біздің заманымыздың 6 ғасырында шығыс, қазақ және батыс далаларын тұтастырған ұлы далада Естемес хан билік тізгінін алып 556-576 жылдары ұлы түрік қағанаты қайта қанат жайды. Естемес хан қайтыс болған соң қағанаттың қазіргі қазақ даласы аумағындағы бөлігі оның үлкен ұлы Қараша ханның қарамағына өткені де ақиқат дерек. Қазақ тарихындағы өмір жолы аңыздарға оранған, есімі ғасырлардан ғасырға тарих толқындарын қақ жарып өтіп келе жатқан тұлғалардың бірі Қарашаулы Бәйдібек би. Тарихымызда 13 ғасырдың бастапқы кезеңіне дейін би атауы осы бұрынғы елбасы құлы билеуші, патша, хан дәрежесін алып келгенде, қазақ даласына Шыңғыс хан билігі жүре бастағаннан бері қарай халқының қамқоры, қара қылды қақ жаратын әділетті төреші деген кейінгі мағынаға ауыса бастайды. Бәйдібек баба туралы әңгімелер, аңыздар өте көп. Соңғы 10 жылдықтарда әр түрлі деректер келтіретін кітаптар да баршылық. Бірақ енді соншама көп аңыз әңгімелердің мазмұнын ой санамызға терең сіңіргенде бір ақиқатқа бет бұрамыз. Ол Бәйдібектің өзіне дейінгі аталарының да тарихы болғандығы, өзінің өмір тарихының нақтылығы, орда ұстап, отау көтергендігі және ұлдары мен қыздарының кейінгі үрім бұтағының әр ғасырларда халық тарихының алтын діңгектері болып, Алаштың ұлы көшінде келе жатқандығы. Келесі ұрпақтар үшін аңыз әңгімелер ғана емес, барынша нақтыланған тарихи деректер қалдырып отыруымыз керек. Тарихи логика мұнан кейін де біздің қай-қайсымыздан барынша әділетті болуды талап етпек. Қарашаулы Бәйдібектің туып өскен, ту тігіп, билік жүргізген мемлекет аумағы, батысында қазіргі Сыр алабын, күнгейдегі Ыстықкөл алабын, Жеті Алатау және Қаратау жоталарын, Жетісу өзендігі Ұлытаудан жазықты, шығысында Алтай, Ертіске ұмтылған ұлан даланы алып жатыр. Бұл әрісі батыс және шығыс елдерінде нұсқалары сақталынып тұрған Махмұд Қашқари 13 ғасырда, Баласағұни 11 ғасырда, Дулати, Судама ибн Жафар ибн Ыдырси 13 ғасыр тарихи жазбаларында Берсі Пичулин, Васильев, Кюнер, Гумилев, Люмацайдың ғылыми тәржімелері арқылы бізге жеткен дерек. Қытай шежірешілерінің жылнама кітаптарында анық көрсеткендей, 5-4 ғасырлардан бастау алып, түркі қағанаты мен қара хандықтар мемлекетінің дамуына қуатты дүмпу берген, көне Үйсін мемлекетінің алып жүрегінің дүрсілінен тараған, қуатты ағысты терең сіңіріп жатқан өл өлкесі болатын. Көне тарихи тұлғалардан тараған ұрпақтарының бірі.
Қараша ханның баласы Бәйдібек баба өзінің түп атасы үйсіннің тарихи тізбегін үзбестен осындай кең аймақта тайпалық одақ құрып, сол мекендерде үрім бұтағының туын тігіп кеткен тарихи тұлға. Деректі жазбалардың көпшілігінде ұлы бабадан бертінгі әрқилы мәліметтер бар дағы, оның өмір сүрген кезеңі көрсетілмеген. Жалайыр Қадырғали би Қосымұлының қалдырған жазбаларынан Қара үйсін деген атаудың үйсіннің бертінгі Қараша Бәйдібек тармағы екендігін анық аңғарамыз. Олар Жетісу өзендері бойының шұрайлы жерлеріне қалалар салдырып, көп ғасыр бойы бірінен соң бірі билік құрып келген. Ал мына жаңа дәуірде көне тарихты шұқшия зерттеп көп үңіліп келген Қожабекұлы Албани Қытайдың тарихи сөздігінің түрік тарауын ашып қарағанда 5-13 ғасырдың өзінде Бекбабадан тікелей тарайтын бірнеше тайпалардың аты сол сөздікте тұрғанын, олар Қытайдың Үрімжі қаласында шыққан ежелгі қазақ тарихында нақты жазылғанын нұсқады. Кавказда Қарачайлардың эски юрты деп аталатын мекенде Зеленчук өзенінің жоғарғы ағысынан табылған тасқа таңбаланған Зеленчук жазуы да Бәйдібек баба мен Домалақ ана ұрпақтарының тарихи көзі тым әріде жатқанын меңзейді. Біз үшін бұл өте құнды дерек көзі. Бәйдібек Қарашалы өмір сүрген кезең туралы тарихи деректер жеткілікті. Қытай жылнамаларынан алынған деректерді қалың қауымға орыс ғұламалары Бичурин 1950, Гумилев 1993 және басқалар жазған. Солармен қатар өз қандастарымыз жазған тарихи деректер де бар. Дана тарихшы, ірі мемлекет қайраткері Мұхаммед Хайдар Дулати 1499-1551 тарихи Рашиди